Жоғары оқу орындарының үздік түлектері ауылдық және аудандық деңгейдегі мемлекеттік қызметке байқауға қатыспастан тағайындалады. Бұл туралы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрағасы Дархан Жазықбаев мәлімдеді. Оның айтуынша, бұл бастама білікті жастарды мемлекеттік қызметке ынталандыруға және өңірлердегі кадр тапшылығын азайтуға мүмкіндік береді. Президент жанындағы мемлекеттік басқару академиясын жоғары үлгеріммен бітірген түлектерді бір жыл ішінде жекелеген лауазымдарға іріктеусіз тағайындалуы мүмкін. Тиісінше жауапкершілікте ұлғая түседі. Бұдан бұлай енді 2-90 бойы жұмысы тиімсіз деп бағаланған қызметшілердің лауазымы төмендетіледі немесе қызметтен шеттетіледі. Бұл заң қабылданды. Осы биылғы бітіретін түлектеріміз осы қағида бойынша жұмысқа орналаса беретін болады. Екінші, бұл Б корпусының жоғары лауазымдарына агенттікпен келісе отырып, конкурстық іріктеусіз тікелей тағайындау. Бұл да жаңадан кіргізіп отырмыз. Бұл да жаңағы бірінші басшылардың өздерінің қызметшілеріне байланысты жауапкершілігін арттырады.